Әлем чемпионы болдым, және титулдық жекпе-жек қорғау болды. Онда титулымен 2 белбеумен келдім. Енді қарсыласым Милтон Нунес болды. Кезінде Головкин, Жәнібек Әлімханұлы ағаларымызбен шыққан. Жаңа несие алып, қарыз алып, тез-тез жекпе-жекке шығып, барынша енді жеңіп, қуалап жүріп ұрып, қабырғасын сындырған. Американдықтарға зрелище бойын айт, қан жуса болып төбелес, тіс шу, көз ағып кету деген сияқты жақсыну, соларға ұнайды. Андай күрес соларға қызық емес екен. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Гандбол, волейбол, футбол, саубол. Армысың құрметті көрермен, бүгін саубол арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біздің студияда қонақта алып қара күштің иесі, кәсіпқой боксшы және мұхиттың ар жағында жалаң жұдырықпен төбелес лигасындағы бірінші қазақ бауырымыз Алмат Жұманов студиямызға келіп отыр. Қош келдің. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Рахмет студияға шақырғандарыңызға. Алмат, Колумбиядан келгеніне біраз ғана уақыт болды. Бос келген жоқсың, әлем чемпионы атағын алып келдің. Осы туралы біраз айта кетсең. Колумбиядан кеше келдім. Әлем чемпионы болдым, және титулдық жекпе-жек қорғау болды. Онда титулымен 2 белбеумен келдім. Енді қарсыласым Милтон Нунес болды. Кезінде Головкин, Жәнібек Әлімханұлы ағаларымызбен шыққан. Соның қарсыласын маған осы титулға лайықты деп сол жігітті берді. Мен онда ойланған жоқпын, қарсылас таңдаған да жоқпын. Менің бірінші қарсыласым 5 сағат қалғанда жекпе-жектен бас тартқан. Мен титулымды қорғауым керек болған. Сол кезде 5 сағат қалғанда ол денсаулығым болмай тұр деп, білмеймін, рас па өтірік па, 5 сағат қалғанда солай бас тартты. Бәрі ондай түсінбей қалды, неге олай болды деп. Сосын екінші жекпе-жекке осы Милтон Нунесді әлем чемпиондық UBS-тің несіне қойды. Осы Милтон қарсылас етіп. Мен бірінші раундта 59 секундта жеңіске жетіп, осы титулды алып Қазақстанға келдім. Қателеспесем, Милтон Нунес сені Колумбияда бір кездері күтіп алып, сенің қасында жол серік болып біраз көмектескен, гид сияқты болды. Өйткені біз залға апарып, біз залда дайындалдық, сол кезде сол жолды көрсетіп, апарып, біз қайтадан алып келіп, сойып жүрген. Бірақ жекпе-жектен кейін ешқандай реніш жоқ, бұл спорт қой, бұл енді спорт, кешірім сұрап, бір-бірімізден келісім, мынандай сыйластықпен. Сен мұхиттың ар жағында Америкада жалаң жұдырықпен төбелес лигасындасың. Макгрегор иеленеді жартысын, оның белгілі лига Америкада. Алғашқы қазақсың. Әзірге және жалғыз қазақсың. Жалғыз қазақ болып шықтым. Жалғыз қазақсың. Ол жерге қалай бардың? Сол туралы біраз айта өтсең. Ол жерге менің барғаным Дубайда жекпе-жек өткізгем. Иранды халық жекпе-жек өткізген кезде, сол жердегі менеджерлар жаңағы көріп қалып мені. Инстаграмнан көріп іздеп, сонымен сөйлесіп байланысқа шығып, содан контракт алып берді, жаңа бойға келісім шарт. Сонымен визалар жасап берді өздері, визам жасап, сонымен Америкаға кетіп қалдым. Жекпе-жек өткіздім, бір жекпе-жек өткіздім осы қыркүйек айында. Жеңіспен, бірінші раундта нокаутқа түсіріп, алғашқы қазақ болып шығып, жеңіспен оралдым. Енді ол Дубайдағы жекпе-жектің бір өзінің оқиғасы бар, ол жекпе-жекке дейінгі бір әңгімелер болды, өйткені жаңа иранский халық деген мені қорқытқан, неше түрлі сөздер айтқан, басында Бораттың елі деп менің инстаграмды жауып тастап, көптеген адамдар оның фанаттарыма солай көптеген нелер істеді, бірақ мен неткен жоқпын, қорыққан жоқпын одан мүлдем. Бойға шығу ғана болды. Сосын маған 20 күн қалғанда бой болады деді. Өйткені арасы ұзап кетті да екеуміздің жаңағындай көп нетіп жүргенімізге. Сосын мен күтіп жүрдім. Сосын 20 күн қалғанда бой болады деді. Менің жолым жабық тұрды, границадан шығатын. Сонымен ақша іздеу керек болды, несие алып, қарыз алып, тренировкада ештеңе істеген жоқпын. Ойдың бәрі бойға шығу болып тұр, жерде қалай болмаса да сол бойға рингке намыс жібермей тұр. Намыс жібермей тұр. Бір жағынан арамызда көп уақыт конфликт болғаннан кейін халық та ойлап қалғандай өтірік деп ойламасын деді, ондай болмайды, ондай емес, ешқандай деп мен сол жерде несие алып, қарыз алып, тез-тез жекпе-жекке шығып, барынша енді жеңіп, қуалап жүріп ұрып, қабырғасын сындырған. BKFC-ге шақырды, BKFC-де бірінші жекпе-жегің қашан өтті? Осы 2024 қыркүйектің 13 күні. 13 күні. Ол жерде де нокаут болды. Ол жерде бірінші раундта нокаутпен жеңіске жетті. Енді келесі жекпе-жек? Келесі жекпе-жегім енді жазда деп
жоспарлап отырмыз. Қазір кәсіпқой бокста жүрмін. Оған дейін жаңағы кішкене кәсіпқой бокста енді құр жатпайын деп, жаңа өзімде шыққым келіп, менеджеріме айттым, құр жатқым келмейді. Қазір осындай жас кезде енді пайдаланып, жас денсаулық бар кезде деген ойым бар. Қазақстанда әзірге жоқ, бізде Қазақстанда боксты жақсы біледі, ол жерде жаңағы былғар қолбақ киеді, ал жалаң жұдырықта жаңағы бинт орай сап сонымен шыға береді. Қауіпті ғой бұлай адам денсаулығына. Денсаулығына қауіпті. Ол жерде бинтті міне кистіға ғана орайды. Жұдырық сүйектер ашық тұрады. Кисті қатты жаңа ұрған кезде удар нық тию үшін кистіні ғана орап қояды. Енді қауіпті, өте қауіпті, өйткені оған дейін де жаңа BKFC-да адам өліп қалған екен рингте. Рингте өліп кеткен жағдайлар. Өйткені ол жерде қанша тексерсе де, ол жерде енді ол ринг бөлек қой бәрібір. Бірақ Америкада осы қатты көреді екен, Қатты дамыған, BKFC. Өйткені американдықтарға зрелище бой ұнайды. Қан жуса болып төбелес, тіс шу, көз ақып кету деген сияқты жақсыну, соларға ұнайды. Андай күрес оларға қызық емес екен. Оларға тек қана стойкада былай бір-біріне пылш-пылш деп тиген. Олар әсер алады, содан шулап, кәдімгідей құтырып ана жерде шулап кетеді. Удар мен мысалы сол жерде тигіздім, кәдімгі адамдар дауыс бүйтіп шығып кетті да, уже сезіп отырмын. Гу ете қалады кәдімгідей. Оларға сондай ұнайды екен. Оларға ана техника, ана мынау деген кер жоқ, таза зрелище. Ұра берсе болды ғой былайшы жаңағындай. Бір-бірін бүйтіп ұстап тұрып ұрса да болды да оларға сондайдан өздеріне рахат алады ма, ләззат алады. Шоуды жақсы көреді, андай бір-бірін бүйтіп нетіп, лақтырып, итеріп жіберіп, сондай олардың менталиттері сондай екен да. Енді мынау жалаң қол жұдырық негізі бокстың бастамасы ғой бұл. Негізі жалаң қол деген бөлек спорт емес, бұл ең басынғы бокс дамып жатқан кезде осылай шықты ең басында жекпе-жектер жалаң қолдар. Енді бокс. Одан кейін уже уақыт өте адамдар жаңағы жарақат алады, өліп қалады. Сондықтан ақырындап жаңағы печаткалар үлкейіп, қазір енді осындай дәрежеге жетті. Ережелері өзгеріп, енді о баста бұл жалаң жұдырықпен төбелескен кезде аяқпен шалып жіберіп те сондай әдістер болған екен. Көптеген әдістер болған. Ең бірінші чемпиондары, ең соңғы сол жалаң жұдырықпен және бокстан ең алғаш чемпион Америкада О'Салливан деген болған. 500-дей жекпе-жек өткізді дейді, бірақ енді оның таза рингте емес, андай барға келіп ішіп алады екен де, кіммен төбелеседі. Сонда қарасаң, оны тарихынан бастап сондай шоуды жақсы көреді ғой, төбелесті Америкада. Таза жаңағындай еркекский дейді ғой өздерінде, солай жақсы көреді. Олар күреспейді, тек қана былай ұрып бір-бірін көше төбелесі ғой былай айтқанда. Негізі спорттағы бастамаң грэплингтен басталды, Күрес, грэплинг, жаңағы боевой самбо, панкратион, әлем файтерс деген естідіңіз ба, естімедіңіз? Сол Ардақ Назаров ағамыздың залында дайындалдым кезінде. Ең алғаш кезінде, ол кезде Ардақ Назаров ағамыздың залы болған жоқ, ол кезде подвалда дайындалатын. Сол кезде мен кішкентай болғам, ол кезде кішкентай бала болғам, сол кезде Қазбек Әшімов деген біздің көрші тұрады. Сол кісі мені жетектеп алып барды, қолымнан ертіп әкеп, мамамнан алып кетіп, мамама табыстайтын. Кішкентаймын ол кезде. Ол кезде маған неде жоқ жаңағыдай. Бірге істейтін ол кезде жаңағыдай. Партнер жоқ. Спарринг партнер дейді, сол сияқты партнер жоқ. Сол жерде істеп жүрдім. Одан кейін күреске бардым. Жаңа өзіміздің районда 169 мектепте Марғұлан деген кісі болған, тренерім. Сол жерде күреске қатысып біраз. Одан кейін ақырындап жаңа боевой самбоға, сосын жаңа Қазбек Әшімов ағамыз жаңа әлем файтерс залы ашылды, үлкен 2012 жылы. Сол жерге барып Қазбек ағаның қолында біраз тренировка істедім. Жаңа жарыстарға шықтық. Боевой самбодан жарысқа шықтық, Қарағандыға бардық. Солай ақырындап әуесқойда солай. Енді қазір грэплингтен, жаңа күрестен, самбодан базаң бар. Қазір бокспен айналысып жүрсің, саған енді былайша ММА-ге де жол ашық қой? ММА-ға да жол ашық, өйткені өзімнің базам сол күрес физикалық жағынан, грэплинг жағынан өзіме сенімдімін да, өйткені ММА-да қазір көбінесе грэплинг, болевой ғой. Сондықтан оған да шығуға мүмкіндік болатса, егер ұсыныстар түсіп жақсы болса, шығуға дайынмын. Тек ана аяқпен тебетіндерден қорғаныс жасап алсаң болған ғой. Демек ана UFC, Bellator'дан ұсыныс болса, әрине UFC-ге шығу деген енді жақсы ғой. Бірақ хотя бір бойға шығып болса да мен көріп өзім бағын сынаған дұрыс қой. Өзін сынап көретін. Өзім сынап көргім келеді. Ал Қазақстанда ше, қазір ММА лигалар көп ашылды ғой, Қазақстаннан ұсыныс болса? Қазақстан егер жақсы ұсыныс болып жатса, әрине шығам. Мысалы бізде көптен қазір мықты лигалар бар ғой, сол арқылы UFC-ге шығып жатқан балдар бар мысалы. Солай менде ұсыныс түссе шығуға дайынмын.
Енді ең бірінші сен журналистер көзіне іліккенің, сен алып қара күшіңмен көзге түстің да. Сенде бірнеше рекорд бар, иә? 3 есімде болса, 3 рекорд, иә? Біреуі жаңағы вагонды сүйредің, жүк толы, екіншісі түйені арқалап, үшіншісі самолет. Иә. Енді басында жаңағы поезд сүрген кезде вагонды көмірмен сүредім. Шымалғанда көмір болды, тупик деген жерде сүредім. Ол кезде рекорд деп білген жоқпыз біз. Мен тарттым, бір неткеннен тарттым. Дайындалғанда жоқпын, шыны керек, ешқандай арнайы не ешқандай ештеңе жоқ, даже неміз жоқ, жібіміз жоқ, тартатын. Сол жердегі трос қатқы ғана темір троспен сол жердегілер. Басында күлді, сенген жоқ. Ой, ондай жоқ қой қазір, Қажымұқан сияқты адамдар қайда деп күлді. Сосын мен көрейін дедім. Сол кезде трос та әкеліп берді, жаңағы қап-қара май трос екен оны өзі. Сол күрткім алдын жауып алдым да. Енді амал жоқ дейсің. Сразу тартып кеттім бір тартқаннан. Оны көрейін де деген жоқпын. Тартып кеттім, таң қалды ана кісілер. Қойшы деп. Ішінде көмірі бар. Сол кезде 99-да біреңе не деп тонна екен. Сол жерде қағазда көрсетті олар. Одан кейін осы рекорд уже жаңағы сол жерде кісілер айтты, рекордқа негізі бұл деді. Сосын біз зерттеп, сосын екінші рет тағы ұйымдастырайын дедік та. Ол кезде 109 тонна болып кетті. Ол кезде жаңағы цемент, үйдің ремонтқа жасайтын сондай нелер, құрылыс заттарымен толтырып салған. 109 тонна болды. Сол кезде де тарттым. Сол кезде мен тартқан кезде де, басында тартатқан кезде тормозда тұрып қалды. Иә, башмагын алмаған ғой, башмак деп айтады. Андай колодка былай қысып тұр екен да. Оны тартып жатырмын былайынан қат, уже екі тізем пытырлап жатыр ғой, кәдімгі. Кетіп жатыр ғой, сынды деп ойладым мен шын. Бір сынса да бәрі болды да, уже ана жерде қанша адам қарап тұр. Бір жағынан жаңағы көптеген прямой эфир болды да жаңағындай. Ят намыс жіберген жоқ, шыны керек бар ғой. Бір екі қолмен осылай тартып жатырмын, екі аяғым итеріп жатырмын ғой. Аяғым кетіп жатыр. Біресе мына жақта ішім жыртылып кетті. Жіп-жырт жерді тырысқаннан. Бір кезде ақырын бүйтіп кетіп жатыр да, ақырын біресе тоқта деп. Сөйтсем жаңағы колодка қысып тұр екен да. Соны теуіп жаңағы адамдар алды сол жердегі. Давлением уже көтеріліп кеткен ғой мен. Басым қып-қызыл қан төбеге ұшып кеткен ғой, күшенгеннен. Соның жаңағы тормозбен өзінде қанша 35 сантиметр жылжыттым мен жаңағы. Ана кісілер айтып жатыр да. Енді оны бөлек рекорд қылып тіркеуге болады негізі, тормозбен. Соны айтып таң қалды да, орнында тұр екен былай, кәдімгідей жылжытқан екен. Сосын жаңағы алып тастады да, одан кейін 8,5 метрге сүйредім ғой. Қайтадан екінші рет тағы да. Енді жаңағына дізеңдердің буындары пытырлап кетті деп айтып тұрсың ғой, оның зардабы болған жоқ. Енді мен ол енді адамның несіне де байланысты жаңағы. Мен мысалы өзім кішкентай кезінде спортта жүргеннен кейін ол маған шыны керек сезген де жоқпын ондай бір. Сол кезде ауырды бір, ертесіне жаңағыдай ауырады ғой. Одан кейін бұл қойып кетті сондай. Өйткені енді кішкентай кезде менде үйреніп қалғанда организмде. Сенде қалыпқа келу процесі жақсырақ қой. Иә, оның үстінде сен бір сұхбатында атаң да балуан болған деп айтқансың, иә? Иә, бір өзбек балуанды жеңген да атам да. Жаңағы көп сөйлемейтін томағалау жуас кісі, бірақ қара күштің иесі. Мүмкін сол кісілерден де ген дар жаңағыдай берілген, сондай деп ойлаймын. Сол өзім спортта болған соң ондай жаңағы ауру көп нелер. Сол кезде ауырады енді, бірақ одан кейін ауырсыну болмайды. Енді қазір сен BKFC-десің, кәсіпқой бокстасың. Қазір жасың қаншада? 27-те. 27-те. Енді алда бір екі жақта жүрмей бір бағыт ұстап, содан чемпион атану немесе үлкен дәрежеге жету деген мақсат бар ма? Негізі жоспар. Өзім солай ұнайды да маған, андай жан жақты болғанша, былай көріп, өзім кішкентайымнан сондаймын. Мысалы, мен кішкентайымда да жандай өлең жазатынмын, рэп. Жігітке жет өнерде аз дейтін. Рэп жазатынмын, одан кейін брейк билейтін. Брейк билеп, ақша табатын 4-5 классымда. Сол кезде брейк билеп, ақша тауып, сондай көп сондай нәрсе сурет салатын сосын. Сурет салып сататын, жаңағыдай суреттер салам. Сондай көп нәрсе істейтін өзім білмеймін, өзім бала кезден сондай андай былай жан жақты былай ұрынып тұрам да.
Иә. спорт Бір бағытқа ғана жүре алмаймын. жүре алмаймын. Спортта да былайынан. Енді осы спортқа келгенде адамдарда өзінің бір пір тұтатын кумирлары болады ғой. Сенің осындай кумирің бар ма? Пір тұтатын кумирі бар. Қажымұқан атамыз, енді ол кісі енді легенда ғой. Былай қарағанда сол кісінің өмірінде киносы жақында шықты. Сол кісінің енді киносындағы өмірі менікіне ұқсайды негізі. Өйткені ол кісі де Америкаға жалғыз барды, жеңіп келді. Ол кісі де Латын Америкаға барып жеңіп келді. Тура менікіндей да ұқсайды да сол. Онсыз да енді ол кісімен кумирім болды. Жаңағындай ол кісінің басына барып зират етіп келдік. Жаңағы Құран бағыштап, сол жерде өскен, жаңағы кішкентай кезінде сол жерде жаңағы келіні бәріне барып, сол жерде Құран оқып, қой сойып бағыштадық. Сол кісінің көрген кісінің баласын көрдік. Ол кісі айтып берді оқиғасын, Қажымұқан атамыздың қалай өмір сүргенін, күрішкісімен, жаңағы ыдысымен, жаңағы су ішіпмен ырымдап. Сондай көп солай болды. Қыз күшті болды, иә, Шымкент қаласында. Темірлан ауылында болды. Осы спортта алдағы бір жоспарлар бар ма нақты? Енді кәсіпқой бокста енді бұл белбеулер енді жалғасын тапса деймін. Бұл бөлімі тоқтағым келмейді. Тағы да жаңағы WBO, WIBO деген негізгі белбеулерді. Сол негізгі белбеулерді тағы алып, Қазақстан атын шығарып, солай тарихта атын қалдырғым келеді. Қажымұқан атамыз сияқты бүкіл әлемге. Қазір жартылай ауыр салмақтасың, иә? Қазір жартылай ауыр салмақтамын. Жаңағы Бейтербиевтердің деңгейіне шықсам дейсің ғой. Сол. Қазақстан бойынша бокс рингте енді 2-ші орында тұрмын, өз салмағымда. Енді елге жақында оралдың, оған дейін Латын Америкасында ұзақ уақыт жүрдің, иә? Қалай екен Латын Америкасында? Қазақстанды біле ма? Бізден енді бірнеше атақты боксшылар шығып жатыр. Латын Америкада болдым, ол жақ жақсы. Ауа райына жаттығу жасауға ыңғайлы, жаңағы спортсмендерге. Ыстық емес па? Ыстық, бірақ енді сағат кешкі 5-6-та кішкене жақсы болып қалады. Сол кезде тренировка жасаймын, жаттығу жасаймын. Енді о жақ Латын Америка енді Қазақстанды шыны керек білмейді мүлдем. Головкин десеңші. Головкин десең біледі, былайынан енді қай жақ деп бүйтіп, жаңағы Руссо ма болады, Руссо дейді да, жаңағы Россияны, Ресейді. Руссо ма дейді, жоқ, Қытай ма дейді бір кезде. Жоқ, қатысымыз жоқ, біз Қазақстан еліміз деп мен көрсетіп жүремін бәріне ше. Осындай ел туымыз бар, осындай деп. Костюм шалбарыма да Қазақстан туын бүйтіп өзім істеп алғанмын, тіктіріп, арнайы заказбен. Соны көрсетіп, міне біздің туымыз деп. Жерімізді көрсетемін, дәу жер ғой, мысалы 9-ші орында тұрмыз. Иә, 9-ші орында. Соны көрсетіп, айтып, үнемі насихаттап жүремін. Мен қазақпын, қазақ деген елденмін, міне Қазақстан картаны көрсетемін. Көбісінен сұрасаң, қай жақ деп бүйтіп ойланып қалады да, Руссо дей береді да көбінесе. Руссо дейді, жоқ, Россиядың біздің қатысымыз жоқ. Сол сонымен қазақпын, Қазақстан деп көрсетемін, картамен солай көрсетіп барып, деп күшті деп нетеді. Барған жерімді айтып жүремін ғой, сол Колумбияның. Бір қаласында болмаймын, мен жағында боламын. Бірнеше қаласында. Сол Эквадорда да болған кезде де айтам, Қазақстан деп. Көреді жаңағы. Головкин ағамыз таниды, Жәнібек ағамыз таниды ол жерде де, жаңағы мен жұмыс істеген тренерлар кезінде ол кісілермен де тренировать еткен екен. Лопес. Кастильо деген кісі бар. Мен осы Эквадорда болған кезде Жәнібек Әлімханұлымен жаттықтырушы болған. Астанаға келіп дайындалған. Лопес деген кісі тоже Жәнібекпен дайындалған, Қанат Исламмен дайындалған. Қазір кім бапкерің? Лопес, иә? Латын Америкасында дайындаласың, иә? Ол Лопеске қалай бардың? Қалай барғанда, сол жаңағы Дубайда, басында айтқанда, Дубайда сол жерде мен көрді, сол жерде ол кісі де менеджерінің танысы екен да, ол кісі. Мен менеджері байланысқа шыққан. Енді ол да мықты бапкер, ол да бекер адамды өзіне ала салмайды ғой. Ол да мен көрдім. Демек сенен потенциал көріп тұр ғой. Потенциал көрді. Маған айтты ғой, көзіңде не бар деді. От бар дейді. От бар дейді. Саған кішкене демеу беріп жіберу керек дейді да. Сен өз-өзіңмен аяққа тұратын баласың негізі дейді да. Сонымен деп ол кісімен жақсы сөйлесіп, деп сол кісі енді менеджер болып, мен жақсы бойларға тығып, жақсы үлкен бойларға тығып, солай нетіп жүр. Енді халықпен шыққан кездегі видеоларыңды көрдік, енді ол жерде бокс қатты үлкен деңгейде емес, енді төбелеске ұқсады. Қазір демек Лопестің арқасында техниканы біраз жақсы деңгейге көтергенсің ғой. Енді мен базам күрес болғаннан кейін жаңағы бір жағынан ирандықпен шыққан кезде дайындалған жоқпын, айтқанымдай мүлдем дайындалған жоқпын ол жерде. Тек шықсам болды, қалай болса да ұрам деген ой болып тұр ғой, ашу болып тұр ғой. Сосын енді қазірге де салмақ тастап, бұл енді профессиональный ғой бұл жерде, бұл кәсіпқой болғаннан кейін бұл жерде салмақ тастап, бәріне жақсы қарау керек та. Техника бар, денсаулық бар.
бәріне жақсы күтім керек, сондықтан қазір енді жақсы, шүкір. Лопес енді өз бокс аңызы негізі, Мұхаммед Алидің спарринг серігі болған. Мұхаммед Алимен бірге тренировка жасаған, өзі де чемпион болған, өзі негізі кубалық мектеп бокс дейді ғой. Кубалықтар мықты ғой, бокс жағынан бұрын мықты болды. Сонда маған өзінің несін білгенін бәрін үйретіп, ол кісінің де әкесі бокспен айналысқан, өзі бокспен айналысқан, және қазіргі баласы да бокспен. Біраз былай ұрпақтан келе жатыр. Ата кәсіп қой былай айтқанда. Ата кәсіп, бокстан. Енді мысалы жаңағы Латын Америкасына дейін сенде мысалы демеуші болған жоқ, несиемен өзің кеттің. Енді бастапқы жекпе-жектерде ол гонорар да ондай үлкен емес. Қазір қалай демеуші немесе табылып гонорарларың жеткілікті болып жатыр ма? Енді демеуші болғанда сол қарыз алып кетем ғой. Қарыз алам. Әлде пайдаға шыққан жоқсың әлі? Былай жүрмін ғой, сол қарыз аласың, гонорармен жабасың, қарыз аласың, гонорармен жабасың. Солай жүрмін енді басқа. Гандбол, волейбол, футбол, саубол.